Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things. Армысыздар достар, сіздерге бүгін conditionals тақырыбын түсіндіретін боламын. Conditional тақырыбы жалпы мына мағынаны білдіреді. Белгілі бір шарт болған кездегі оқиғаларды түсіндіреді. Яғни, егер мынандай болса, мынандай болар еді деген сияқты. Мысалы, егер жаңбырдың астында қалсаң, су боласың. Егер тамақ ішпесең, қарның ашады деген сияқты шарттарға байланысты сөйлемдерді құраған кезде керек болатын ереженің түрі жақсылап түсініп алуға тырысамыз. Бұл conditionalстың 4 түрі бар достар. 4 түрі. Zero condition, first condition, second and third condition. Қазір мен сіздерге zero condition тақырыбын түсіндіретін боламын. Сол себепті мұқият тыңдап отырамыз. Кеттік. Zero condition бірінші тақырыбымыз. Zero condition. Zero condition деген кезде бұның мағынасы мынаны білдіреді. Zero деген жалпы ағылшын тілінде 0 деген сөз. Нөлінші шарт деген сөз. Яғни нөлінші түрі деген сөз. Осы conditional тақырыбының. Бұл жерде ереже мынандай формулаға сәйкес жұмыс жасайды достар. Біз сіздермен present simple, past simple, future simple тақырыптарын өттік қой. Сол тақырыптарға байланысты қазір жаза отырам. Бұл айтпақшы. Conditional тақырыбы достар, міндетті түрде if деген сөзбенен басталады достар. If деген сөзбен басталады да ары қарай сөйлем жалғасын табады. If деген қазақ тілінен аударғанда егер деген сөз. Егер бір жағдай болса, мынандай болар еді деген мағынада. Кез келген conditional сөзін естіген уақытыңызда сіз мынау if деген сөзден басталатын сөйлемдерді есіңізге түсіруіңіз қажет болады. Zero condition, нөлінші шарт болған кезде біз қандай сөйлемдер құрастырамыз достар. Мысалы айтайық, егер тамақ ішпесең, қарның ашады. If you don't eat, you get hungry. Hungry деген қарны ашу деген сөз. Get hungry, қарны ашып кету деген мағынаны білдіреді. Егер тамақ ішпесең, if you don't eat, you get hungry деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде сөйлемдер мына бұлай жолмен жасалынады достар. Мынандай формулаға сәйкес. Тыңдап алыңыздар. If оған present simple. Осы шақ және жалғасын табатын сөйлемде осы шақта болуы қажет. Қоршап қойайық. Осындай формулаға сәйкес сөйлемдер көрсеңіздер, достар, бұлардың барлығы zero conditionға жатады, яғни нөлінші шартқа жатады, достар. Енді, тағы да мысалдар келтіріп көрейік. Мысалы, егер көлікті қаптайдасаң, соғасың деген сөйлемді құрайық. If you drive fast, you get crash your car. Бұл zero conditionның басқа шарттардан айырмашылығы, достар, орындалу ықтималдылығы 100% сөздер. Яғни, мысалы, сөйлемдер дегеніміз. Мысалы, бір әрекет былай болса, былай болар еді деген сияқты белгілі бір фактілерді, белгілі бір дәлелдерді, мысалдарды келтіреді, достар. Сол себепті біз zero conditionның тұсына мына жерге 100% деп жазып қоямыз. Яғни, орындалу ықтималдылығы өте жоғары әрекеттерді баяндау үшін қолданылатын шарттың түрі, достар. Кеттік. If you are a teacher, егер сен мұғалім болсаң, you teach somebody. Егер сен мұғалім болсаң, сен біреуге сабақ бересің деген сөз. Түсіне алдыңыздар ма? Бұл жерде байқасаңыздар, present simple'дың екінші формасы бар, бізде белгілі бір нәрсені сипаттаймыз. Am, is, are мен.
Және екінші бөлімде де present simple'ды қолданамыз. Бұл жерде етістік арқылы жасалады, action form. Осылайша біз сөйлемдерді құрастыра алады екенбіз. Және байқасаңыздар, zero condition'да бір бөлімі болымсыз түрде жасалынып, екінші бөлімі болымды түрде де жасалынатын сөйлемдер болуы мүмкін. Немесе керісінше, мынау кез келген кондишнның сөйлемдерінің достар, мынау жағы өтірге дейінгі жағы бірінші сөйлем болып саналса, өтірден кейінгі жағы екінші сөйлем болып саналады. Сол өтірге дейінгі жағы болымсыз болуы мүмкін, өтірден кейінгі жағы болымды болуы мүмкін. Немесе керісінше, бергі жағы болымды, екінші жағы болымсыз болуы мүмкін. Осындай сөйлемдердің барлығы zero conditionға жатады екен достар. Кеттік. Тағы бір мысал ретінде айтайық. If you feed a cow, сиырға тамақ берсең, cow gives milk. Егер сиырға тамақ берсең, сиыр сүт береді. Көрдіңіздер ме? Белгілі бір шарттар бар. Тамақ берсең, сиыр сүт береді деген шарттар арқылы жасалады. Кеттік, осыны болымсыз түрде жасап көрейік достар. If you don't drink water, you get thirsty. Егер сен су ішпесең, онда шөлдейсің деген мағынада қолданылатын сөйлем. Көрдіңіз, су ішпесең бірінші бөлімі болымсыз түрдегі шарт болып тұр. Екінші бөлімі болымды түрдегі сөйлем болып тұр. Кей жағдайда достар, мынау мысалы байқаңыздар, сөйлемнің кондишндардың барлығында бірінші бөлімінде if-тан басталатын сөйлем болады. Яғни шартты айтады, одан кейін сол шартқа сай жауабын айтады. Кейбір сөйлемдерде бірінші жауабы түседі, екінші жағына шарт түсуі мүмкін. Яғни тура осы сөйлемді, мысалы, if you don't drink water, you get thirsty сөйлемін біз орындарын ауыстырып та қоюымызға болады достар. Мысалы, you get thirsty, сен шөлдейсің, егер су ішпесең, if you don't drink water. Көрдіңіз бе? Сен шөлдейсің, егер су ішпесең деген мағынада қолданылады. Енді тағы бір сөйлем құрап көрейік. Бірінші бөлімі мына жерде біз болымсыз болды да, екінші бөлім болымды жасадық қой. Бірінші бөлімі болымды, екіншісі болымсыз болатын сөйлем жасап көрейік. If you learn English, you don't speak Italian, мысалы. Егер сен ағылшын тілін үйренсең, сен итальян тілінде сөйлемейсің деген сөз. Бұл қарапайым мысал достар, мағынасына қатты назар аудармай қойыңыздар, ойдан келіп жатқан сөйлемдер. If you learn English, you don't speak Italian болады. Яғни екінші бөлімі болымсыз, бірінші бөлімі болымды болып келуде мүмкін достар. Жалпы осындай жолменен жасалынатын сөйлемдер zero condition деп аталынады. Қайтадан қысқаша еске түсірсек, if деген сөзден басталып, осы шақ және осы шақпен жалғасатын болса, онда бұл сөйлемдер zero condition болып саналады достар. Алдымызда біз сіздермен first condition, second, third condition деген шарттарды өтетін боламыз. Сол жерде ереже кішкене өзгеріске ұшырайтын болады. Күндеріңіз сәтті өтсін, назарларыңызға үлкен алғыс айтамын.